Сәлем қыз келіншектер, сіздермен бүгін мен YouTube каналыма осындай тәтті дамский пальчики тортын жасадым. Менің рецептіммен ары қарай жасап көріңіздер. Өте тәтті, ауызда еритін тәтті торт деп айтсам болады. Жасап көрелік, кеттік. Ең алдымен табамызға сүтімізді, суымызды құйып, үстіне шым-шым тұзымызды, қантымызды салып, және де майымызды осылай ертіп алатын боламыз. Әбден ерігенше осылай араластырып тұрамыз. Әбден еріген соң сәл қайнай бастайды. Қайнаған соң ұнымыздың бәрін салып алып, әбден араластырамыз. Баяу отта асты жабыса бастағаннан кейін газды өшіреміз. Осындай пюре сияқты болып шығады, өте нәзік теста болып шықты. Енді жұмыртқамызды өлшеп аламыз. Жұмыртқаны әбден өлшеп алыңыздар, дәл шығатын болады. Суды басқа ыдысқа салып, мен миксерледім, сіздер венчикпен араластырып алсаңыздар болады. Суыған соң аз-аздан жұмыртқамызды сала отырып миксерлеп аламыз. Менде 7 жұмыртқа кетті, өйткені менің жұмыртқам өте кішкентай болып шықты. Үлкен болса сіздер 5-6. Тестасын қазір байқаңыздар. Тестасын тура осындай болып шығу қажет. Қою болып қалса дұрыс көтерілмей қалады. Осындай болып шықты. Енді бұны формамызға салып, осылай салып аламыз. Газымызды қыздырып аламыз. 160 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Осылай формаға салып, насадкамен жасасаңыздар әдемі болып шығады. Мінекей пісіп шықты, өте воздушный болып шықты. Енді кремімізді дайындаймыз. Қаймақтың үстіне сахарный пудрамызды, және де мен йогурт қолдандым. Йогуртты сіздер қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Осыны миксерлеп, үстіне сливкимізді қосып, креміміз дайындап аламыз. Өте ерекше крем болып шығады, нәзік. Жасап көріңіздер. Креміміз дайын болды. Енді дамский пальчикаларымызды кремімізге батырып, ыдысымызға әдемілеп салып алатын боламыз. Менікінде жасап көріңіздер, өте ыңғайлы болып шықты. Осылай қойып болғаннан кейін мен осылай шоколад үстіне құямын. Декор ретінде қайнаған суға осылай шоколадымызды қойып қойсақ, әдемі болып тұрады. Үстін сәл кесіп, осылай біркелкі қылып шоколадымызды құйып шығамыз. Оның үстіне мен осындай корждар септім. Жасап көріңіздер. Және де мен YouTube каналыма кіріп, подписка, лайк, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Басқа да тәтті рецептерім бар. Ас болсын, Жаңыл Үсен қызы.